Сырқат дәрігерге мұңын шағып отыр. Шамасы ұзамай өлетін шығармын. Саусағыммен қай жерімді түртіп қалмайын сырқырап қоя береді. Ауруды тексеріп көрген дәрігердің әңгімесі. Әрине солай болады. Өйткені саусағыңыз сынған ғой. Бар болғаны саусағыңыз сынғанмен біздің өзімізді өліп қалатындай сезінетін кездеріміз аз емес. Дұрысы, сабырдан айрылмаған. Кезінде газет беттерінде жазылған өмірде болған оқиға. Америка Құрама Штаттарының флоты Канада жағалауындағы суларда әскери теңіз жаттығуларын өткізіп жатқанда радио торабында мынадай әңгіме болады. Соқтығысып қалмас үшін бағытыңызды 15 градус солтүстікке қарай өзгертуіңізді сұраймыз. Жоқ, соқтығысып қалмас үшін сіздердің оңтүстікке 15 градус бұрылғандарыңыз жөн болады. Керісінше, соқтығысып қалмас үшін сіздер солтүстікке бұрылуға тиіссіздер. Бұл Америка Құрама Штаттары әскери кемесінің капитаны. Тағы да қайталаймын. Бағытыңызды өзгертіңіз. Ал біз Канада жағалауындағы шамшырақпыз. Яғни, бәрібір сіздердің бағыттарыңызды өзгерткендеріңіз дұрыс болмақ. Кейде шамшыраққа соқтығысып қалмас үшін босқа дауласпаған дұрыс. Және шеті қимылдаған жөн.